Шама заттардың қасиеттері мен құбылыстарын сипаттайды. Мысалы, уақыт, ұзындық, масса. Шама дегеніміз не? Шама деп өлшеуге болатын, өлшеу нәтижесін санмен жазуға болатын математикалық ұғым. Ол үшін шаманың өлшем бірліктері мен қатынасын білу керек. 1000 метр 1 километрді құрайды. Ал 1 метр километрдің 1000-нан 1 бөлігі. 10 дециметр 1 метрді құрайды. Ал 1 дециметр 1 метрдің 10-нан 1 бөлігі. 10 сантиметр 1 дециметрді құрайды. Ал 1 сантиметр 1 дециметрдің 10-нан 1 бөлігі. 10 миллиметр 1 сантиметрді құрайды. Ал 1 миллиметр 1 сантиметрдің 10-нан 1 бөлігі. Массаның өлшем бірліктері: грамм, килограмм, центнер, тонна. 1 килограммда 1000 грамм. 1 центнерде 100 килограмм. 1 тоннада 1000 килограмм. 1 тоннада 10 центнер. Осылайша 1 тоннада 10 центнер, 1000 килограмм және 1.000.000 грамм бар. 1 центнерде 100 килограмм, 100.000 грамм бар. Уақыттың өлшем бірліктері: ғасыр, жыл, ай, апта, тәулік, сағат, минут, секунд. Ұзындық пен масса бірліктеріне қарағанда уақыт бірліктері басқаша өлшенеді. Сағат, минут, секунд 60 санымен байланысты болады. Жылда 365 күн бар. Есіңде болсын, әр 4-ші жылда 366 күн болады. Жылдың 4 мезгілі болады, немесе 12 айға бөлінеді. Геометриялық фигуралардың аудандары: шаршы миллиметр, шаршы сантиметр, шаршы дециметр, шаршы метр, шаршы километр, 1 шаршы сантиметр 100 шаршы миллиметрге, 1 шаршы дециметр 100 шаршы сантиметрге, 10.000 шаршы миллиметрге тең болады. 1 шаршы метр 100 шаршы дециметрге, немесе 10.000 шаршы сантиметрге, немесе 1.000.000 шаршы миллиметрге тең.